Бұл Ереке кезет арнасы, мен Ержан және де жанымда Бала Батыр. Ассалаумалейкум достар, сізбен бірге Бала Батыр. Бүгінгі видеода достар обновлениеда не өзгерді, барлығын не шықты, барлығын көрсететін боламыз толығырақ достар. Давайте видеоны бастайық. Біріншіден достар, бүгін скидочный магазин шықты. Бұны да көбісі түсінбей жатыр, бұл қалай деп. Достар, скидочный магазин неге біреуінде қымбат, біреуінде арзан. Например, менде қараңдар. 600 алмаз донат етсең, именно осы күні сенде 90% скидка болады. Міне 90%. 2 күн уақытың бар. 2 күннен кейін тағы да ауысады, бірақ скидочныйың істемей қалады. Соның ішінде бір-ақ рет қолданасың. Ал 300 алмаз донат етсең 75%, ал 100 алмаз донат етсең 65% скидка болады. Түсіндіңдер деп ойлаймын. Қараңдар достар, комментарийға жазып кетіңдерші, қайсысын алайын. Панданы алайын ба, немесе қызды алайын ба? Қыз 1 болады, панда 2 деген сан болады. Давайте, сендердің қарап, 2 күннен кейін біткенше алатын боламын. Ал достар, кеттік басқа обновленияларды қарайық. Біріншіден достар, интерфейс толығымен өзгерді, ішіндегі барлық характеристика. Ал мынау не дейтіндерге достар, мынау сенің статистикаң. Мынау сенің статистикаң достар. Сен қандай оружамен көп ойнайсың, қанша урон бересің оружамен, и типа өзіңнің андайыңды білесің. Мысалы қараңдар, қалай не дейді, охотник немейді 170 ойында 272 килл 38 килл. Мен білесіңдер, мен онша ойнай алмаймын маңдайдан. Не дейді, атяшық онша түсінбеймін достар. Осы жерде бәрін көрсетеді. Win rate это не дейді, жеңіске жету, жеңу ғой, короче. Түсіндіре алсам көрші. Вектор. Ең көп оружиемен ойнайды. Қайсысы? Подробности. Ал мынау достар, қай оружамен көп ойнайсың, қанша килл и урон жібердің, барлығын көресіңдер. Грант 300 урон, ястребпен 0 урон. Короче, қандай оружамен сен мықтысың, осы жерде тексеріп алуға болады барлығын. Вектормен вообще ойнамадым. Так, бірінші, тағы не өзгерді? Біріншіден, ішіндегі интерфейс өзгерді, мына жерде тағы лобби команды шықты, бұл тағы бір, бұл екінші өзгеріс. Тағы да өзгерістер, достар, киім жағынан, достар, магазиннен бізге жетонға, мынандай. Бірінші, қызды қосты, магазинге көпқа, сойпа демесе өздерің білесіңдер. Так, жетон FF-қа бізге мына киімді қосқан болатын. Жетен OFF-ке мына киімді қосқан болатын, алып алыңдар. Кім білмей жатыр, осы киімді алып алыңдар. Тағы да өзгеріс, достар, көбісі сұрайды, мынау қашан қалай аламыз деп. Мысалы, пацифист, Владка карты, и мынау қазағым, жалғызым, например, менің анандайым, типа, статус қой теге, типа, статус, и мысалы, испаньол, арбера, в общем. Біріншіден, достар, мынаны басасың, мына жерде, мына ручканы басамыз, вот, мына менің никнейм, мысалы, ник өзгертетін. Тілің, мен енді испанша жақсы сөйлеймін да. Рамос, короче, Месси, Роналдо көріндер ма, жақсы сөйлеймін. Ена пол, мынау өздерің көресіңдер, пол, бала болса, бала, себебі неге бөлді? Потому что қазір мындай ойында бөлді да, типа қыздар мен қыздарға бөлек мынандай, типа қыздар бір-бірін тез тауып алу үшін қыздар и балдарға екіге бөліп тастады. Екіншісі, қайсың көп ойнайсың, битва отрядов немесе классика. Қазір достар, битва отрядовта регион деген нәрсе шықты. Барлығы соған таласып жатыр, жақсы ойнап жатыр. Ал қай күндері, мысалы, сен жайлы біреулер білгісі келсе, қай күндері ойнайтындарыңда жазып қоюға болады. Типа күніге, или выходной, или когда как-то қоясың. Активное время, когда как-то қою. Временный режим, в общем, непонятно все. Режим, өзің қалайтын затын, классика, битва отряды еще так. Подпись мені қазағым, жалғызым, енді статус менікі сол. Ал екінші көбісі білмейтін мынау стил боя и стил общения. Мынаны қалай аламыз? Қараңдар, достар. Бой. Короче, ойнағаныңа қарай береді. Бірінші пацифист деген, сен ойнағаныңа 80 рет ойнасаң, осыны береді, короче. Мен 1 рет ойнағаным, әлі мен 30 рет ойнаған жоқпын, достар. 30 рет ойнаған жоқпын. Мынау көгерет и сары болады, мынандай золотинцы болады. Екіншісі, міне барлығы сондай, достар. Барлығы сондай, міне. Мысалы, снайпер АВМ-мен
1 кило өлтірсең наусын аласың. Мыналарды қараңдар, 80 рет өлтірсең золотисты АВМ алатын. Партизан, типа қалай айтсақ болады? Арттан, типа планмен өлтіргендер ғой, короче, не еді? Засада қойып өлтіргендер ғой, короче. Тұзақ қойып өлтіргендер ғой, короче. Нинза, лучшая точка карты. Позволяет спокойствие, собранность, позволяет мне найти лучший. Жақсы жерлерде жүретін адамдар ғой, в общем, короче. Не керек всех ближний бойдан алу, мынау. Ближний бойдан вообще алмаппын. Мен ойнаған жоқпын, шын керек айтайын. Ойнаған жоқпын, шын айтайыншы. Стиль общения, мына жақта енді сөйлесу, өзің қалаған, типа сен жайлы білетін нәрсе, мынау көбісі осын білмей жатыр екен. Ал, мен мына жерде ветеран ала салайын. Ветеран и екіншісіне чисто попрыгав, все для победы, люблю поболтать, убийца. Так, новичок, душа компания. Так, анау болмайды, да? Окей, осы екен алам. Ал, не нас, білмеймін мынаны не екен, если честно. Өзім түсінбегендіктен мен оны айта алмаймын. Екіншіден, достар, мынандай фото, өзіңнің персонажыңның фотосы. Сетін көру, жақын жерден қалай көрінеді, осылай білесіңдер міне. Мысалы, бұлай, көзіңде көре аласың. Осылай, короче, типа, суретке түсіріп аласың, бүйтіп бір түсіріп аласың, достарыңа жібересің ғой. Осы да әдем ұнады. Екіншіден тағы да бір өзгеріс, достар. Мысалы, бір досың ойнап жатыр. Да? Мысалы, Апы Елнұрға мен жазам, типа, вот, мен кірдім, давай, келесі катка бірге ойнаймыз деп жаздым. Мысалы, ол қазір не дейтін көретін боламыз. Давайте бір екеуіне жіберейін, солай. И Нурикқа жіберейін. Үш адам өшіп жібердім, мысалы, қараңдар қазір. Так, вот, мысалы, мына, хорошо. Принимаю твое продолжение, увидимся. Хорошо? Келесі катка бірге ойнаймыз енді сонымен. Түсіндер ма? Осы жағда маған бір қатты ұнады. Екіншіден, достар, қазір мынандай, мынау не деп көбісі сұрап жатыр екен. Так, настройка ход, мына көз не деп. Көз ол, достар, сенің артындағы жүгіріп бара жатқан кезде, сенің артындағы адамды көруге арналған. Мына көз сенің артындағы адамды көруге арналған. Сообщениемен не ататын бір жерде тұрған. Сол үшін, достар, бұл керек десеңдер керек емес десеңдер жоғары шапсаңдар. Себебі мешать етеді мына жерге. Бізде ПК, так что қызы. Сеп қоймандар бізде. Так. Есік тасыр. Так, шықтық, бір өзгеріс сол. Графика. Як, мынау тағы да қосты экрандарды. Өздеріңнің сотка ПК-ларыңа қарай өздерің жасай аласыңдар. Кстати, көбісі звук ұнамай жатыр деп жатыр екен. Звук, типа, оружиялардың. Оны аптысай салуға болады. Мына жерде другой звук деген болу керек. Разрешение. Вот, осыны өшіріп тастай саласыңдар. Білмеймін, маған звук онша ұнаған жоқ. Сол себепті өшіріп тастауға болады, достар. Тағы да бір өзгеріс, оружиеға сенде қанша оружие бар, соны да білуге болады. Давайте, қалай көруге болады қазір. Оны есептендірдік па? Есептеу емес. Мынаны басасыңдар, и сөзде саған айтады. Неше? 158 скин бар. 158 скин бар менде. Солай, сен өзіңнің скиніңді білесіңдер. Ал, достар, тағы да бір жаңалық. Бэплэй-дің екінші сезоны басталдық. Қалай регистрация жасау керектігін білмесеңдер, менің ардамда видео шықты. Сол видеоны көріп, қатысыңдар, жеңіске жетіңдер, ақша жеңіп алыңдар өздеріңнің бақтарыңа, өздеріңнің тәжірибелеріңе қарай. Барлықтарыңа көп рахмет, достар.